Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Ерлі зайыптылық байланысты бұзатын себептер. Аллах тағала сендерге оған тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратып, араларыңа сүйіспеншілік, мейірімділік пайда еткені де оның белгілерінен деген. Сондықтан бірі-біріне сүйіспеншілік таныта білген ерлі зайыптының босағасы әрқашан берік болады. Бірақ араларында әлдебір талас туып жатса, оның шиеленістірмей оп-оңай ымыраға келген жөн. Өйткені игі мінезді әрі парасатты адам қандай қиындыққа да төзе біледі. Отбасылық өмірде түрлі жағдайлар кездесуі мүмкін. Аллах тағала ерлі зайыптыларға сабыр мен төзім нәсіп етпегенде ешбір отбасы ажырасудан аман қалмас еді. Өйткені сабыр мен төзім және кешірім болмаған жерде некеге зор қауіп төнеді. Сүйіспеншіліктің орнын бұған мүлде кереғар сезім басқанда отбасында береке қалмасы да рас. Міншілдік секілді жаман пиғылдан жүректі сақтаған дұрыс. Себебі мінсіз адам жоқ. Ал оның барлығын жеп кетсер болсақ, жанұялық тұрмыстың ақыры неге тірелері анық. Ерлі зайыптылар алғашында бір-біріне мүлдем жат болғанмен, кейін олар жүрек қалауымен бас қосады. Ендеше ортақ қошақтың отын өшірмеуге екеуі де жауапты. Біреудің өз қосағына опасыздық жасауы некені бұзуға басты себеп болары даусыз. Әлбетте жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды ғой. Көбінесе бұл ара жіптің босаңдығынан болатынына атап өткеніміз жөн. Енді осы себептерге толығырақ тоқтала кетелік. Көзді еркіне жіберу. Аллах тағала қарауға тыйым салған ұятты орындардан көзді сақтау адам баласын харам жолға түсуден қорғайтын бірінші қалқан. Аллах тағала еркектермен бірдей әйелдерге де көз күнәсінен сақтануға бұйырып, бөгде әйелдерге қараудан көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін қорғасын. Ол олар үшін де өте жақсы. Рас, Аллах олардың не істегендерінен хабардар. Мүмін әйелдерге де айт, бөгде ерлерден көздерін сақтасын, әрі ұятты жерлерін қорғасын деген. Бір көру немесе қадалып қарау деген мәселелерге немқұрайды қарауға болмайды. Бұл нәпсіні оятып көптеген бұзық іске жетелейтін амалдардың басы. Осының салдарынан айрандай үйіп отырған отбасылардың шырқы бұзылады. Біреуді көріп ұнатып қалған еркекте, әйелде әлгінің ізіне еріп баласын тірі жетім етеді. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бөгде әйелге қараудан сақтандырып, қадалып көз салдан қайтарған. Жарир ибн Абдуллах, Аллах оған разы болсын, мен Аллах елшісінен абайсыз көру туралы сұрағанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көзіңді бұр деді деген. Яғни мұндай жағдайда күнәға бармас үшін қадалып қарамай қайта көзді тайдырған жөн. Байқамай көру жалпы адамдарға қарағандай назар салу ғана. Бұл қарау харам болмағандықтан күнә есептелмейді. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын, адам баласына зинадан жазылған өз несібесі бар. Ол сөзсіз мұны жасайды. Көздің зинасы қарау, құлақтың зинасы тыңдау, тілдің зинасы сөйлеу, қолдың зинасы ұстау, аяқтың зинасы жүру, ал жүрек қалап дәмеленеді. Бұл дәмені жыныс мүшесі растайды не растамайды деді деген. Яғни еркек пен әйел зина жасағанда олардың әрбір дене мүшесі осыған қатысады. Сондықтан оларға да күнә бар. Алайда бұл күнәні жыныс мүшесінің күнәсімен салыстыруға келмес. Өйткені зина осы жыныс мүшесіне ғана байланысты іс. Пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жыныс мүшесі оны растайды не растамайды деген сөзі былай түсінгені дұрыс. Аллах тағала жақсылықта болуын қалаған пенде зинаның алдында болатын көру, ұстау, сүю сияқты тағы да басқа істердің барлығын жасағанымен шешуші сәтте жыныс мүшесі осалдық танытып, жыныс мүшесі жарамай яки құмарлығы басылып ыңғайсыз жағдайға душар болады. Көз, қол сияқты мүшелер бастаған зинаның кіріспесін жыныс мүшесі жалғастыруы да жалғастырмауы да мүмкін. Ал Аллах тағаланың мейірім мен қорғауына бөленген мүмін адам зина жасауды ойлаған жағдайдың өзінде де зинаның кіріспесінен ары бара алмайды. Екінші, әйелдермен қол алысып амандасу. Әйелмен қол алысып амандасу ерлі зайыптылық байланысы бұзатын себептердің бірі. Себебі біріншіден харам болса, екіншіден жамандықтың есігі. Осы арқылы еркек пен әйелдің денесі бір-біріне тиеді. Еркек пен әйелдің қол алысып амандасуының харам екендігіне бүкіл ғұламалар бір ауыздан келіскен. Егер олай болмағанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағалаға серік қоспау, ұрлықпен зина жасамау, балаларын өлтірмеу, нақықтан жала жаппау, Аллахтың елшісіне қарсы шықпау туралы ант беріп қол тапсырған еркектердің қолын алғандай, әйелдің де қолын алар еді. Бірақ Аллахтың елшісі әйелдердің сөзбен ғана ант алған. Айша анамыз айтқандай, ол кісінің қолы бөгде әйелдің қолына ешқашан тимеген. Аллах елшісі Алланың игілігі мен сәлемі болсын,
мен әйелдермен қол алысып амандаспаймын деген. Бір қызығы, Әбу Ханифа мазхабында ер кісінің қолы бөгде әйелге тиіп кетсе, бұл дәретті бұзбайды делінгенін пайдаланған кейбір кісілерде олармен қол алысуға болады деген қате пікір қалыптасқан. Бірақ мұнда дәреттің бұзылмауының еш қатысы жоқ. Имам Әбу Ханифаның, Аллах оған рақым етсін, бөгде әйелдің денесіне қол тию дәретті бұзбайды дегенін әйел затын ұстай беруге болады деп түсінуге болмайды. Ұстау мен дәреттің бұзылуы өз алдына қатыссыз екі мәселе. Мәселен, мұны бейнелі түрде ұрлыққа ұқсатуға болады. Егер дәреті бар адам бір затты ұрласа, ұрлығы себепті дәрет бұзылмайды, бірақ ұрлық күнә күйінде қала береді. Ислами мінез-құлықтарға қайшы кәпірлердің іс-әрекетіне сай тәрбиеленген көптеген еркек пен әйел амандасқанда бір-бірлерінің беттерінен сүюді әдетке айналдырғанын бізге батыстан енген әдепсіз әдеттердің қатарына жатқызуға болады. Үшінші, ұятты жерлерін ашу. Негізінде ұят пен иба адамзатқа тән екі қасиет. Сондықтан еркектердің де әйелдердің де ұятты орындарын көрсетіп жүрулері адамгершілік сипатқа қайшы, жаман әдетке жатады. Өкінішке қарай бұл әдеттің қазіргі адамдар арасында кеңінен етек жайғанын айтуға болады. Шариғат үкімдерімен сыйыспайтын осы бір сүйкімсіз әдетке елтіген көптеген адам әуреттерін ашып шешініп жүреді. Бұл ерсі қылықтың үйлерде, бассейндерде, жағажайларда, би орындарында, көшелерде, базарларда кеңінен белең алған рас. Мәселен, қазіргі әйелдердің кейбірі үй ішіндегі туыстарынан именбей дене мүшелерін айқын көрсетіп тұратын жұқа киімдерді киіп жүре береді. Ал жақындары мұндайға тыйым салудың орнына саған керемет жарасымды деп қоштап отыратын шындық. Ал ескерту жасағандары үйде бөтен ешкім жоқ қой деген жауапқа қанағаттанады. Іс мұнымен ғана шектелмейді. Тіпті кейбір әйелдер қарама-қарсы көршілеріне анық көрініп тұрғанына қарамастан балконға іш киіммен шығып отырады. Бұл тек әйелдерге ғана тән емес. Аналары, қыздары, әпке қарындастары келіндерінің алдында шешініп жүруді әдетке айналдырған еркектер де баршылық. Шариғат бойынша әйел адамға қарнын, арқасын, кіндік пен тізелерінің арасын күйеуінен өзге бірде-бір ер адамға, тіпті әкесі, ұлы, аға, інісі болса да көрсетуіне тыйым салынған. Ал кіндік пен тізе арасын тіпті өзге әйелге де көрсетуге болмайды. Сондай-ақ дәл осы орын еркек пен еркек арасында және еркек пен әйел арасындағы ұятты орын әурет деп белгіленіп берілген. Сондықтан Аллах тағаланың үкімдеріне қарсы және Аллахқа қиямет күніне сенбейтін, Аллах пен елшісі харам деген нәрселерді харам деп білмейтін, оған бағынбайтын батыстың кәпір қоғамдарынан бізге енген әдеттерге еліктеу асқан адасушылықтың көрінісі. Мұсылман пенденің хақ жолдан тайған жер бетінде жабайы тағы секілді тіршілік етіп жатқан батыс жұртына еліктеп бассейн мен жағажайды және түнгі клубтарды мекен еткен істерін қайталау өте келеңсіз қылықтарға жатады. Бұл істің ақыры қайда тіреліп немен тынатыны белгілі. Ал әйелдердің көпшілігі көшелер мен базарларда Аллах тағаланың сызып берген шеңберіне көбінде мән бермейді. Тіпті әурлет жерлерін көрсетіп еркектерді қызықтырамын деп ойлайтын әйелдер де көп. Батыстан үлгі алған мұндай әйелдер Құдай қосқан ақ, адал жары үшін әсемдерінің орнына бөгде еркектің көзіне түсуді мақсат тұтып қылмысып тұрады. Бәлкім ерлі-зайыпты адамдардың көпшілігі өз істерін анық бағамдамайтын болуы керек. Ақиқатында осының салдарынан қаншама отбасының шаңырағы шайқалып жатыр десеңізші. Әлбетте, Аллахтың мейірім шапағатына бөленген жан ең бақытты адам. Олай болса, Аллах тағала бізді әлгіндей азғындық пен іріткілердің жамандығынан сақтасын. Төртінші, харамға жататын оңаша қалу. Бөгде әйелмен оңаша қалу ерлі-зайыплы өмірдің шырқын бұзатын ең қатерлі істердің бірі. Бұл еркектің де әйелдің де көңілінің түбінде жатқан құмарлық құртының оянуына, араларына шайтанның кіруіне себепші болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мұндай оңаша қалудан ерекше сақтандырған. Абдуллах ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашанда бірден бірің бөгде әйелмен жалғыз қалмаңдар деді деген. Омар ибн әл-Хаттаб, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі, Алланың игілігі мен сәлемі болсын, еркек бөгде әйелмен оңаша қалса, үшіншісі шайтан болады деген. Ал енді еркек пен әйелдің көбіне көп оңаша қалатын жерлерін атайтын болсақ, олар мыналар жатады. Бірінші, емханаларда дәрігерлер мен мейірбикелер көбінесе кезекшілік кезінде оңаша қалады. Екінші, сауда фирмаларының және үкімет орындарының кеңселері. Онда ерлер мен әйелдер бірге жұмыс істегендіктен кеңседе оңаша қалу қалыпты жағдай. Осының салдарынан көптеген келеңсіздік, түсініспеушілік туындап, ерлі-зайыпты адамдардың арасына от түсіп шаңырақтарына қауіп төнеді.
5. Еркектер мен әйелдердің араласып жұмыс істеуі. Жалпы жағдайы келсе, әйелдің үйінде отырып бала тәрбиесімен және отбасы тірліктерімен айналысқаны абзал. Жұмыс істеген әйелдің үй іші ұрыс-керістен аман болмайтыны рас. Өйткені әйелдің мойнында күнделікті жұмыстан бөлек бала шағасы мен отбасына қатысты көптеген міндет бар. Мінекей мұның барлығы әйелдің қажытып төсек қатынасына кері әсер ететіндіктен ерлі-зайыптылар арасында түсініспеушілік пен кикілжіңдер тудыруы мүмкін. Егер әйел иелерімен араласып жұмыс істейтін болса, біріншіден некесіне қауіп төнері ақиқат. Себебі жұмыс бабына орай араласуға мәжбүр болған еркек пен әйел арасында бірте-бірте жақын қатынас орнап, бір-біріне үйірсек бола түседі. Осылайша адамдар арасында достық қатынас пайда болады. Негізінде бұл шариғат бойынша ерлер арасында да әйелдер арасында да рұқсат етілген байланыс. Бірақ қызметтестігі яки көршілігіне орай бөгде әйел мен еркектің арасында достық пайда болуы дұрыс емес. Өйткені достық жақсы көру мен ұнату байланысы. Бұл байланыс тек қана ана, әпке, қарындас және ері мен әйелі ортасында болуы мүмкін. Ал туыстығы жоқ және некелеспеген еркек пен әйел бір-біріне мүлде бөтен болып табылады. Олардың араларындағы көз салудан бастап зинаға дейін жалғасатын істің барлығы харам саналады. Еркек пен әйелдің арасындағы таза достық болады дейтіндердің сөзі өмір шындығына жанаспайтын жалған іс. Табиғи түйсік бойынша әйел мен еркек бір-біріне қажет екендіктерін сезінеді. Ал шын достықтың тек қана бір жынысқа жататын адамдардың арасында ғана кездесетіні күнделікті тұрмыс шындығынан көрініс табады. Бұл тақырыпта талдаудағы мақсатымыз еркек пен әйелдердің аралас қызмет етуі ерлі-зайыптылық байланысқа зиян тигізетінін ескерту. Аллах тағала сақтанғанды сақтайды. 6. Ашық әңгімелесу, қалжыңдасу, билеу. Бұл үш ұғымның әрбіреуі ерлі-зайыптылардың арасына от тастауға жеткілікті себеп болғандықтан олардың әрқайсысын жеке-жеке тақырып ретінде қарастыруға болар еді. Бірақ көптеген адам үшін назарға ілінбейтін әңгімелесу, қалжыңдасу, билеудің қауіпті жақтарын ескерту мақсатында бұл үш тақырып бірге талданады. Қазіргі қоғамда ерлер мен әйелдер сауда-саттыққа не жұмыс бабымен тіпті ойын-сауық кештері мен тойларда беталды араласуда ешқандай қымсынбайтын болды. Әйелдер тіпті бөтен еркектермен ашық әңгімелесіп, саясат пен түрлі қоғамдық мәселелерді талқылап, қалжыңдасып жүретіні күнделікті өмірде айқын көрініс тапқан. Ал кейбір орындарда әйелдер еш қысылмастан, керісінше мұны кәдімгідей қалыпты жағдайға балап, бөтен еркекпен ашық білетін дәрежеге жетті. Әрине, мұндай оғаш іс-әрекеттің ақырғы қандай жайға ұрындыратыны баршамызға мәлім. Негізінде әйелге әке, аға, іні сияқты туыстарымен әзілдесуіне ешқандай тыйым салынбаған. Өйткені олардың саналарында туыстығы жоқ еркектер мен әйелдер сияқты ұры ойлар болмайды. Ал бөгде кісілердің араларында қарау, ұстау, сөйлесу, тыңдау сияқты зинаға себеп болатын істер болуы мүмкін. Сондықтан еркекте әйелде бір-бірімен қатынас жасағанда ар-ұят, әдеп, салмақтылық деген сипаттарды бірінші орынға қоя отырып, құмарды қоздыратын және бұзықтыққа бастайтын істерден аулақ болғандары абзал. 7. Қайын жұрт. Қайын жұрт атауы әйел үшін барған жеріндегі жақындары яки күйеуінің әкесі, аға інісі, әкесінің аға інісі және олардың балалары мен күйеуінің анасы, әпке қарындасы, нағашылары, олардың ұл қыздары, ал еркек үшін әйелінің туыстарын мәнінде қолданылады. Бұл тақырыптың түпкі негізі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисінен алынып отыр. Өйткені Ғұқба ибн Амир, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі Алланың егілуімен сәлемі болсын, әйелдердің қасынан кіріп барудан абай болыңдар деді. Сонда бір ансарлық, уа Аллах елшісі, бұл сөз қайын жұртқа қатысты ма деп сұрағанда, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қайын жұртқа бұлай жасау өлім деп жауап берді деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисте оңаша отырған әйелдердің қасына кіріп барудың бұзықтық пен жамандыққа жетелейтінін айтып сақтандырып отыр. Әлгі ансарлықтың сауалына кесімді түрде қайын қайнағаларына өлім деп жауап берген. Ибн әл-Асир ән-Нихая атты кітабында бұл хадистің мағынасын әйел өлсе де мұны жасамасын деп түсіндіреді. Себебі қайын жұрт, яғни күйеуінің туыстарының бірі күйеуі жоқ кезде әйелдің қасына кіріп келген жағдайда ерлі-зайыптылардың байланыстарына сызат түсуі мүмкін. Өйткені ер адам өзі жоқ сәттерде туыстарының бірі келіп өмірлерінің ішкі жағдайынан хабардар болуын қаламайды. Бұдан түйер тұжырым, ер кісі келіні немесе жеңгелерімен шариғатқа сай өте сақтықпен туыстық қатынас жасауы керек. Бұған немқұрайды қарауға болмайды. Әрбір адам мына бір жайтты білуге тиіс. Күйеу үшін әйелінің аға інісінің әйелдері және әпке сіңілдері, ал әйел үшін күйеуінің аға інілері және әпке қарындастарының күйеулері ашық әңгімелесе беретін. Бір-бірімен үйленулері харам етілген туыстар емес.
олар бір-біріне мүлде жат адамдар. Сондықтан бұл негіз бойынша қатынас жасаулары керек, әйтпесе істің ақыры өкінішке ұрындыруы сөзсіз. Бірақ қазіргі қоғамымызда әрқилы сорақы әрекеттердің орын алып отырғаны ақиқат. Біздің қоғамымыз ішін тегі құрт кеміріп құртқанымен сырты жылтырап өңін бермей тұрған ағашқа ұқсайды. Әлбетте бұл адамдардың барлығы осындай дертке шалдықты дегенді білдірмейді. Алла сақтасын. Батыстан не шығыста жүргеніне қарамастан нендей жағдайларда да түрлі сынақтардан сүрінбей өткен мұсылмандар көп. Біздің мұндағы көздеген мақсатымыз кәпірлердің өнегесіне еріп, ислами тәрбие мен дініміздің үкімдерін ұмытып, құмарлықты қоздыратын мінезді бұзатын істерге беріліп кеткен батысқа еліктеушілерді сақтандыру. 8. Ақпарат құралдарының ықпалы. Ақпарат құралдарының ықпалы деп адамдарға хабар жеткізуші теледидар, радио, газет, журналдар секілді ақпарат құралдары мен көпшілік ортадағы өлең, би және театр, киноның ықпалы айтылады. Ақпарат құралдарының адам баласына берер пайдасының мол екені даусыз. Бірақ ақпарат құралдарын әлдебір топтар өздерінің жеке мақсаттарына ғана қолданар болса, бұл жалпы халыққа зиян тигізеді. Біздің заманымызда дәл осылай болып отырғанын ешкім де жоққа шығара алмайды. Бақыттың барша түрі, әсіресе теледидар мен радио дұрыс бағытта жұмыс жасамайды. Көбіне көп олар дүниетанымы әлі қалыптаса қоймаған жас жігіттер мен қыздардың ой саналарын улайтын, діни сенімдеріне нұқсан келтіретін жымысқы мақсатты көздеген фильмдер мен қойылымдарды көрсетіп жатады. Мұндай істерді жүзеге асырушылардың мақсаттары бүлдіру, қирату екендігі айқын. Мұны қазіргі фильмдер мен қойылымдарға, телехикаяларға сыни көзбен қараған адам анық түсінеді. Қысқасы, олардың мақсаты әйелді күйеуіне қарсы, ұл мен қызды әке-шешесіне қарсы қою арқылы отбасын бұзу. Сондай-ақ бұл мектептер мен жоғары оқу орындарындағы қыздар мен жігіттердің санасына еркіндік, достық деген ұғымдарды сіңіре отырып, ер адамға әйелдің көзіне қалай шөп салуға болатындығын, әйел адамға күйеуін қалай алдау керектігін үйрету арқылы отбасының шырқын бұзып күйрету. Мұның бәрі өнер деген желеумен жасалынып жатқан әрекеттер десек қателеспейміз. Бәлкім кейбіреулердің ойына театр қойылымдары мен фильмдер, телехикаялар болмаса қалай көңіл көтереміз деп қарсы сауал келуі мүмкін. Біз тілге тиек етіп отырған амалдарды жасайтындардың мақсаты адамдарды уайым қайғыдан арылту емес, оларды діні мен шариғатты, өткен тарихы мен ғұрпы секілді рухани байлықтарынан ажыратып мәңгүрт ету. Ақиқатында ақпарат құралдары адамдарды шат-шадыман күлкіге бөлеп, жандарын жадыратып жатқан жоқ, керісінше оларға мазақ етуде. Телехикаялар мен фильмдердің сюжеттік желісі ұқсас әрі мағынасы бір, тек қана атаулары басқа екенін, олардың барлығының махаббат жайлы екенін жасыра алмаймыз. Ендеше бұлар адамның көңілін көтеретін туындылар деп кім айта алады? 9. Сауал-жауап. Сұрақ: көптеген елде ерлер мен әйелдердің қол алысып амандасуы үрдіске айналған. Мұсылман еркек пен мұсылман әйелдер бұл жағдайда не істегені дұрыс? Жауап: мұсылман ерлер мен әйелдердің қол алысып амандасу әдетін біртіндеп жою керек. Өйткені бұл біздің арамызға өзгелердің сығалап жүріп, елеусіз түрде кіргізген әдеті. Сондықтан шынайы мұсылман адам ешкімнің айтқанына жалтақтамай, мұндай жаман әдеттерін батыл түрде бас тартқаны жөн. Сұрақ: егер еркек лифтіде немесе көлікте, тіпті көшеде бір әйелмен оңаша кезіксе, бұл харам болған оңаша қалуға жата ма? Жауап: иә, бұл харам етілген оңаша қалуға жатады. Сондықтан мұндай сәттерден барынша сақтану керек. Сұрақ: әйел адамның жұмысқа шыққаны дұрыс па? Жауап: осы бөлімнің 5-ші пунктінде айтқанымыздай, әйел адамның сыртта жұмыс істеуінің көп қатері бар. Бірақ сыртта жұмыс істеп жүрген барша әйелдерді теріс жолда жүр деуден аулақпыз. Ақиқатында әйел адамның отбасы тірліктерімен айналысқаны ғанибет. Сұрақ: кейбір фирмалар мен ұйымдар қызметші әйелдердің жұмыс кезінде етеге қысқа киім киюін міндеттейді. Бұл дұрыс па? Жауап: жоқ, дұрыс емес. Бұл әйелдің сыртта жұмыс істеуінде қатер бар екендігінің бір дәлелі. Сұрақ: әйел адам күнкөріс қамы үшін қандай істерді жасауына болады? Жауап: үйде отырған әйелдің көптеген қызметтерді жасауына мүмкіншілігі бар. Мәселен, тігіншілік, әсемдеуші, әйелдер дәрігері, кіндік шеше секілді жұмыстарды үйде отырып атқаруға болатыны шындық. Яки ризық есіктері көп. Аллах өзі ризық беруші. Егер әйелге өз күнде өзін көр делінсе, ол өз намысы мен құрметін қорғап, жұмыс істеп күн көруіне болады. Бірақ өз мақсаттарын ойлаған тура жолдан тайдырушылар оны сыртта жұмыс жасауға бақыттайтыны да рас. Мұндайда сақтанған дұрыс. Сұрақ: еркек пен әйел бір-бірімен сауда-саттық жасауына бола ма? Жауап: иә, әйел мен ер адамның бір-біріне бір нәрсе алу не сату туралы саудаласуына рұқсат етілген. Бірақ бұл іс сақтықпен жасалынғаны жөн.